Ғаламтор желісінде қымбат көліктерге обзор, қымбат көліктерді шет елден алып кеп сатамыз дегендер көбейіп кетті. Ал қарапайым халық сонда не істемек? Қарапайым халыққа қолжетімді көліктерді біздің арнада толықтай реставрациясын жасап, толықтай жөндеп сатылымға шығатын болады. Простые ребятада 3-ші сезон. Қош келдің бауыр. Ассалаумағалейкум. Екінші сезонда да жігіттер аз көлік болған жоқ. Оның ішінде жақсы сақталғандары көп болды. Алла қаласа, биылда сондай контент жалғасуда. Жігіттермен Рамазан айында көп ойланып, қандай сомадан бастаймыз, мақсат бола ма деген сияқты болды. Сонымен жігіттер, ол жасыратын несі бар? Қарапайым халыққа қолжетімді көліктерді жөндеп сатылымға шыға бергенді жөн көрдім. Алла қаласа, бізде осы серияда Toyota Camry 20-тан бастаймыз. Ол көлік қалай алынған болатын? Маған танысымыз звондап, соңға келші, машинам сатып жатыр едім, көмектесіп жібер деген болатын. Нәпсімді сындырып, сонда барып, міне Алланың қалауымен Toyota Camry'ді сонда кездестірдім. Toyota Camry'ді қарсы ал досым. Бастаймыз. Достарым, жаңа айтқандай көлікке келдік. Ол көлік бізде Майлина 85-тегі сонда істейтін жігіттікі. Мына жерде Техас Моторда 5 жылдан бері істейді дейді. Сол жігіттің көлігін көреміз. Кеттік. Жігіттер, жалпы бұл көлікті мен кеше көріп кеткем. Кеше бір машинаны сатып, сонда жұмыс жасайды, жаңа айтқандай. Бұл жерде машинада ең көп шпаклевка, ол бізде есіктің астында. Мынаның бәрін түсіріп тастап, реставрат етіп, қайтадан орнына шығару керек, немесе басқа есік салу керек. Және де болып тұрған ақауы екі артыңғы порог. Көріп тұрғандарында жігіттер бұның бәрін мына жерден сварщиктің настроениесіне қарап кесіліп, басқа жаңа темірден варт етіліп, машина түгелдей боялатын болады. Жаңа айтқандай, бұл біздің подписчиктің машинасы, по технике ақауы жоқ деді. Қазір ана біздің досымыз Асқар электрик келеді, сонымен компьютердің диагностикаға да бір салып тексеріп алайық. Ескі көлік дегенмен толщинамен бір тексеріп алайық, өйткені бұл аударылған ба, тағы басқа деген сомнение болмас үшін өзіміз үшін тексеріп алдық. Қазір кілтін алып, оталдырып, ары қарай тексере береміз. Көлікті оталдырып, кондиционерін қойып қойдық. Асқар екеуміз алдын мордасын қарап шықтық. Бұлай көрініп тұр ғой дейді. Асқар, толщина берінде керек жоқ. Әдемі көлік екен дейді. Оптикасы бәрі оригинал тұр екен ғой. Салонда жыртылмаған, чехолын шешіп қарадым. Кондиционер істеп тұр, электроникадан бәрі істеп тұр. По ходовке даже жұмыс жоқ деді ғой. Енді подписчик жігіт, сенеміз, көлікті Алла қаласа аламыз. Бұл көліктен қандай ласточка, мама қылып шығарамыз Алла қаласа. Оформить етіп алып, үйге қарай жол жүреміз. Номер құтты болсын. 280 деген номер алдым. Енді бұйырса бұны 124-ке салу керек болады. Алла қаласа ол күнге де жетеміз. Бастаймыз енді жұмысты Алла қаласа. Достарым, көптеген перекупщиктар Телеграмда CarTime деген ботпен қолданады екен. CarTime деген бот сізде колеса кезетқа түскен көлікті телефоныңызға бірінші қылып SMS түрінде хабарлама береді. Онда өтіп фильтрден таңдап өзіңізге керек маркаларды ниже рынка немесе арзанырақ жылы мынандай деген бәрін белгілеп, өзіңізге уведомление қойып қойсаңыздар болады. CarTime'да 3 түрлі фильтр бар. Енді өздеріңіз көріп отқандарыңыздай, қазір соған подписка жасасаңыздар, арзан және жақсы басқа адамдар көрмей тұрып, сіз бірінші болып көретіндей көліктерді табуға болады. Көптеген кісілер арзан көлікті, жақсы көлікті қайдан табасыңдар дейді. Сол себептен де сіздерді осы ботпен таныстырған болатынбыз. Камрийімізге қарай көшейік. Тікелей репортаж Toyota Camry 20-лық. Мынау бір бәле сықыр. Ходовка тықыр.
қалжың айтам. Ходовкада бірең сараң бар. Жаңа жаман жолда жүрген кезде көрдім. Былай руль алып деген жоқ. Әдемі. Толщина беріп атсам, кузовы деген тема екен. Кондер пашет. Нормально, коробка теппей деген коробканы желтоқсан айында ауыстырдым деген жаңа жігіт. Жалпы сондай. Ходовкада болғанда ходовка болды мүмкін суппорт. Енді оны асықпай бітіріп алып, диагностикасын жасағаннан кейін көреміз. Жалпы көліктің жағдайы жаман емес. Қозғалтқыш керемет жасап тұр. 5S деген мотор. Өкінішке орай бұл моторды капиталкеге жарамайды дейді көп адамдар. Соған барынша тексеріп қарадық қой. Асқарда шақырғанымыз сол болатын. Қарап, тексеріп, электроника бәрін қарадық. Енді бізде ABS-тің ғана ошибкасы тұр. Ол еронда. Оны бұйырса жасап аламыз. Так, жақындап қалдым Эстоға. Енді бүгінге план болып тұр менде. Қазір бізде сағат 4-тен 3 минут кетіпті. Ойбай, мына жерде камерадан площадь өтіп кетпек 80-мен. План болып тұр енді жігіттер. Көреміз, бұйырған ғой. Шешіп бәрін алдыңғы орынды қалдырып, сварщикке жаңа порогтарын сваркілеуге апарып тастау керек сияқты. Қалай ойлайсыздар? Енді үлгермей ме көреміз. Адам айтқан болмайды, Алланың қалауы болады деген ғой. Абайлаңдар жігіттер, Camry 20 абайлаңдар. Жол болсын, Ақылбек, машина құтты болсын. Енді биылдыққа осы контенттегі бірінші көлік қой. Алланың қалауымен зыр-зыр етіп жетіп алдым. Так, мінекей көрсетіп жіберейші сразу шіріген. Қалған асты бүтін екен. Кеше сразу қарап ағам. Бұл енді бұл жерден ба, бұл жерден кесіледі. Мына бір нәрсе жалқы болады. Родной кетіп қалады. Так, қалған арқасының іші жақсы екен. Машинаның осы жағы енді идеал. Бұған енді бір керемет ойында бір диск бар. Соны салам. Оптикасын қайта-қайта айта берді деп емесіңдер. Так, мынау зазорларын қоямыз. Бұлай қатты соққы жоқ көлікте. 97 жыл, 2-2. Енді мына жаны мынандай жағдайда. Мына қанатын көреміз. Рихтовать етіп шықса шықты. Шықпаса ауыстырамыз. Бізде шпаклевка мынау. Жаңа айтқанымдай осы жерде ғана. Қалған жерін бәрін атып шықтым. Так, мына жанында міне порог шіріген осындай. Қалған асты әдемі. Зыңдай көлік болады Алла қаласа. Салон да таза екен. Проемдар боялмаған, өзінің бояуымен тұр. Қозғалтқышын жұмыс жасау барысы өте керемет. Пульт орында тұр. Ашылмаған сияқты тұр ғой. Бісміллә. Так, мына бәле кетеді. Мына жан таза екен, андай темекі шегіп бүйтіп баса береді ғой. Оның бәрі әдемі. Так, мынау ше. О, жанып тұр. Так. Четко. Нормально. Так, қазір мен қозғалтқышының жұмыс жасауы өте керемет. Енді бір жастықшасы, подушкасы. Біреуі жыртылған сияқты ғой. Так, чек бар, бәрі бар. Жанып тұр. Әдемі істеп тұр. Әдемі. Сондай жігіттер. Қазір бүгін Алла қаласа бұл көліктің салонын шешіп, үлгерсек, жаңа сварщикке апарып тастаймын. Сварщик дегенде дәнекерлеу деп айтама, не деп айтады? Біздің подписчик маған страховка жасап берді. Рахмет. Страховкасы бар, және техас моторы бар. Документ саз болды, зор болды дейсің ғой. Жалпы сондай. Так, қазір кіргізіп бастай берейік. Біздің жігіттің машиналары толып тұрады, өйстіп әйтеуір. Машинаны көршінің үйіне қоямыз. Ренжіме, бекарыс досым.
салон шештік. Мынау бізде жүргізушінің орындығы. Осындай лас болып жатыр. Әзірше бұның бәрін өзіміз жуатын боламыз. Бұлай жыртылмаған, әдемі. Қабырғаларын шештік. Қабырғаларында бөлек жуылатын болады. Ас шірмеген әйтеуір. Мына жағына жартылай жумай зердетсе бар екен. Стойкалар аман. Так, мына тоқтары бізде ремень, біреусі подогрев сиденье. Так, мен айтқандай проемдар бізде боялмаған, өзінің заводтық краскасы. Жалпы дұрыс. Қазір енді жүргізушінің орындығын салып, сварщик Джайсикті осыма апаруымыз керек жаңалыққа. Кеттік онда. Джайсикке бара жатып, диагностика жасап кетейін сразу. Леханың подъемнигі бос екен. Асты жаңа айтқандай жігіттер міне. Ой-ой. Так, бізде осы ғана ғой шырып тұрған. Осын кесіп тастаймыз. Сосын мына жаны. Қазір ходовкасын бөліп алайық сағынуға. Мына ғой бытшыт жаман болып тұр да, осы көзге түсіп. Қалған жеріне жігіттер қорқатын жері жоқ, міне көргендеріне. Моторын асы сухой екен. Қазір көреміз не дейтін. Диагностика істетіп олайын. Біліп жүретін де өзіме. Ой, мына бір бәле сықылдап қанды ішті бар ғой. Содан кіргізіп шықтым. Диагностика Лехада. Бізде мына сол жақ гранатаның, сыртқы гранатаның пыльнігін ауыстыру керек. Екі алдыңғы амортизатор. Және де бір-екі жерінен сальнигінен май макрит етіп тұр дейді. Сонда ауыстыру керек. Енді әзірше қазір Джайсикпен келісіп қойғаннан кейін Джайсикке апарып тастайын. Қазір бензинді құйып алып. Одан кейін шыққаннан кейін ходовкасын жасай саламыз. Ол қатты проблема емес. Бензин бар негізі ішінде, бірақ кішкене құйып қойған абзалырақ болады. Жаңағы жолдан бұрыласыздар. Сосын ана жерде мост тұр ғой. Содан төмен қарай түсесіздер. Джайсик мотористің үйіне бару үшін. Джайсик моторист бір жағынан дәнекерлеуші болып кетті ғой осы күндер. Универсал жігіт қой, молодец, красавчик. Қазір сөйлесіп көрейін. Жаңағы амортизатор, анау-мынау Джайсик жөндеп берем десе, мүмкін Джайсикпен келісе салам да. Бәрін бір жерден бітіруге тырысамыз да. Жол енді осындай. Ойбай-ай. Намайша көтеріліп тұр ғой негізі. Проставка салып тұстаған ғой резиновый. Амортизатордың жоғары жағына. Соларды алып тастау керек. Оған бір 16-лық әдемі диск тұрады. Мына 15-ліктің көзін құрту керек. Жалпы сондай. Осындай новостройка. Джайсик. Көрдіңіздер ма? Гаражын. Сол гараж сауалы ғой. Осылай ақырындап келесіздер. Жаңалық ауылы. Ары-бері жүгіріп шаршап кеттік. Запчасті не деп айтамыз бұны? Сайман дейміз ба, не дейміз қазақшасын? Соны әкетіп са дейді ғой Джайсик. Шыңғыс досыма келдім, осында бар бол керек. Так, алдық. Екі алдыңғы амортизатор. Жастықша подушка, екі таска герметик, сосын ГРМ, пыльник, сальник, бір бәле, шыр бәле әйтеуір осындай. Көп онша мен түсінбеймін. Мынаушы, ана верхний гитара дейма. Списокта не керек, бәрін алдым ғой. Енді осыны жеткізіп тастаймыз. Джайсикке тапсырып кеттік. Бәрін алып бердім. Енді бір мүмкін лайфхак шығар. Мен досым мына Өтеген Батырда большая мойка деген өзін өзі жуатын
жууга болатын дейміз ба, не дейміз, сондай көлік жуатын ашқан екен. Жаңа сөйлесіп алдым. Енді химчистка жасап көрейін деп жатырмын, осы жерде қалай болатынын. Енді бұл жерде менің досым әрине маған помещение береді. Жаңағы орындықтардың бәрін кептіріп тастап кетуге. Көрейік, бола ма екен разница? Жаңағы химия дейді, пена дейді, басқа дейді. Пенасының да бір жағынан күшін көрейік. 1000 теңге салдық. Қазір көрейік қаншаға жетеді екен. Мынаның бәрі былай шашылып жатыр. Бізде самомойканың директоры Дәурен. Қазір көрейік қалай болып тұр екен. Жалпы жағдай пока осындай. Міне Жиги. Қалай сендерге мынандай жуу? Енді түнде біреу мынандай алып кетпесе болды ғой. Іспей жығылып. Былай тап-таза болды, иә? Болады. Мынаның бәрі былай айтқанда тиын саласың ғой терминалға. Максимум 2000 теңгенің әңгімесі ғой. Қанша пена ұрдық, қанша су шаштық. И мынандай болып шықты. Абылай химчистка істейтін болсаң, бұның бағасы енді жігіттер білесіңдер ғой, сұмдық 25-мнен жоғары ғой. Стилім деген менің универсал, шаққада милетім ла минимал, тыққаны менікі оригинал, қалғандарыныкі іштері тақ. Қайырлы күн достар, бүгін жаңа күн. Кеше түнделетіп отырып Дәурен мен Алматы резина алып келді. Енді қазір дискқа қарай шығып бара жатырмыз, Гүлдала деген жерге. Кеше сөйлескенбіз негізі телефонмен, бірақ бүгін телефон алмай жатыр. Бірақ кеше адресын айтқан, сол адреспен бара берейік. Не болады екен көрейік. Жәшікте зындап отқан машина дайын болып қалды деп. Соған да барымыз керек. Бүгін енді шабатын жұмыс көп тағы да. Сәттілік онда. Осындай диск. Қалай? Европа 30-35 дискісі. Өліп жүр 20 Европаға. Состояниесі өте керемет екен. Ең маңыздысы оригинал екен. Toyota. Осын саламыз енді. Диск резина бәрін кигізіп тастайық енді. Шала дейін досыма кетіп. Машинені алып алдық. Сварка деген жерін көрсетені ұмытып кеттім, үйге барып көрсетем енді ақырындап. Ходовкасы адам болып қалды. Гремін ауыстырдық. Енді бұйырса кузов қалды. Шанағын боясақ, дисті кигізсек, салон жинасақ, әдемі камрюха болады, Алла қаласа. Ауа райы өзгеріп жатыр ғой. Жаңбыр келе жатыр ғой деймін. Сондай достарым. Все, дөңгелектен сразу сау аламыз. Жайсыз бар деткен көрсетіп жүрейін жігіттер. Қалай болды? Четко ма? И мына жағында сондай. Енді әдемілеп жай-жай шпаклевка. И сонымен шірк деген әңгіме жоқ. Камриді бүгін бастаймыз енді шанақ бойынша. Ол бізде жаңағы шпаклевка анау. Бүгін бізде жексенбі. Алтай базардан барып ала салайық. Кеттік онда. Ауыздың бәрін жаман шықпасты ғой. Бірдеген отравление болды ма? Алдық шпаклевка, растворитель, скотч, берең-сараң. Материал сұмдық қымбат. Полный покрастың бағасы мысалға айтады ғой 400-500 десе адамдар қиналады. А бірақ материалға біраз кетеді. Шпаклевка, жаңа айтылды ғой, 3 литр растворитель. Сондай майда-шүйде. Ең основной енді алынған жоқ. Ол лак пен краска ғой. Жаңа алған материалдың өзіне 27.700 теңге бердім. Енді
краскаға бір примерно 40 мың, 50 мыңдай кететін шығар лагымен бірге. Сол үшін 400-ден жоғары айтып жатса жігіттер полный покраска келсе, ол нормально 100 мың теңгенің өзіне материал ақша кетеді. Камридың салон бәрін әкеп қойдық, кептірдік. Шанаққа келетін болса шпаклёк жұмыстарын бастады Асылбек. Маған енді білесіздер молдинг керек и артқы бір фонарь керек. Сол үшін жібек жолына келдім. Қазір бұл оригиналдан қарап іздеп көрейік. Енді Toyota барлық жерде бар ғой. Тауып алатын шығар. Енді багажник состояние көңіл бөлмеңдер жігіттер. Міне есіктің молдингін алдым. Артқы есік қой деймін, меніңше 5 мың теңге екен. Кесіп сала саламыз ғой, бізде артқы бір килода жетпейді ғой. Сосын артқы фонарь Европаныкі. Бізде осы жағынан өңіп кеткен ғой. Енді Toyota койты оригинал. Бұның бағасы 10 мың теңге. 15 мың теңге әңгімесі болды бәрі. Тез тауып алдым, жақсы болды. Тездетіп тұрып, Асылбекке апарып берейін бұны. Грунтовкадан кейін бір түсіріп қойайын Камриді. Мына диск қалай болып тұр. Резинасы да жақсы. 205, 60, 16 резина салынды. Осындай дискпен көбісі Шымкентте екен Камридің. Так, машинаның сүйектерін көрсетіп кетейін. Алдынан удар жоқ. Алдыңғы бампердің зазорын қойды. Мына жағында міне сау. Бұлай по технике бәрі жақсы, енді бір оталдырғанда өшіп қалатын болып тұр. Дроссель тазалау керек. Крылоға келетін болсақ жігіттер, өзінің крылосы қалды. Әдемі. Рифтовать етіп шығып, аз мөлшерде бұған да шпаклёвка жағылды. Так, порогтар әдемі. Бізде мына есік ауыса ма, ауыспай ма деп, бұл есікте қалды. Бұрын жасаған кезде кішкене жаңағыдай зақымданған ғой. Соның үстінен алғанда шпаклёвканы ұрып тастаған. Енді рифтовать етіп барынша шығардық. Алла қаласа дайын енді. Так, мына біздің Жасик бауырымыздың варт етіп жасаған жері. Әдемі. Так, бізде мына молдинг жетпейді ғой кеше. Келіп жеткізіп, орнына қойып, кесіп. Бұл молдинг бізде мына ажандағы есікті айтпақшы. Осылай келді. Так, фонарь алынды. Енді деталь бәрі алынды бізде берсе. Toyota деген қандай жазудың біздің асы түсіп қалған. Соны толықтыруымыз керек. Енді бұйырса бұны 800 шкуркамен әдемілеп жуамыз. Обклейкісін жасаймыз. Бояймыз. Сосын арқалардың ішіне антигрейвий шашып шығу керек. Бұлай жаман емес. Бірақ дегенмен солай. Так, мынау да біздің варт етілген порогымыз. Бұлай нормально. Зор көлік көп тұр ғой. Орындықтан бәрі жуылып тұр. Бізде енді қалған обшивка, потолок, настойкалар. Солардың бәрін жуу керек. Енді іші мынандай шаң болып жатыр әзірше. Так, осындай. Так, мына өткендегі список. Рулевой тяга EQ, пыльник гранаты наружный, подушка двигателя задний, амортизатор передний EQ, ГРМ, сальниктермен, ролик, подушка двигателя верхняя дейді. Гитарасы ғой. Мына нәрсенің бәрі ауысты. Енді ходовкада мін жоқ. И ГРМ да жаңа болды. Негізі по технике көлік жақсы, жаңа дросселін ғана тазалаймыз. Бұл 2-де адаптацияны да керек жоқ, дроссель тазалағаннан кейін.
Ал 30-лерге келетін мысалы дросельный тиссең адаптациясы бар ғой, зажигание қосып қойып, жаңағыдай күтетін 20-30 секунд деген сияқты. Енді биыл контентте 30 болса, дросель тазаласақ адаптациясын онда түсіндіріп өтем. Так, номерін көрейін, красканың, сонымен бер барып краска заказ берейін, немесе құйдырып алайын. Жалпы осындай жағдайда көлік. Мен осы көліктің капотының астын түсірдім ба, түсірмедім ба жігіттер? Бір көрсетіп өтейінші. Осындай лас болып тұр әзірше. И сіздерге сразу сүйегін көрсетіп жүрейін да. Жалғанған емес деген сияқты. Коробкасы біздің подписчик сол желтоқсан айында ауыстырдым деген. Май ауысқан. Бұлай лас болып тұр, шаң болып. Бір қатты май ағып атқан жерін көріп тұрған жоқпын. Нормально. Болады, бұны өзім жеке бұйырса қозғалтышын жуам. Мүмкін бұны да бір роликке түсіретін болам. Краскың бағасы сұмдық болайын деп тұр ғой жігіттер. Литрі 21 мың дейді. И то скидкамен маған. Мынандай фирма екен ғой, Банкс. Арзандау бір жер болса қарасай дейді. Бірақ арзан не хочу. 2 литр аламыз, 2 литр лак аламыз, сонымен бағасы өзі 70 мыңға барады екен ғой. Мен 40-50 мыңмен бітеді шығар десем. Жалпы сондай. Татьяна әпкемнен алдым красканы. Газет бізде аз қалды. Бұл газет, ладно, 2000 теңгенің темасы ғой. Бізде қымбаты краска болып тұр ғой. Ішінде перламутр бар дейді осы красканың. 2 литрі 42 теңгеге берді. Скидкамен бізге. Өйткені біз осы жерден аламыз ғой. Әрдайым. Лак болатын болса, жігіттер біз мынандай навол қолданамыз. 2 литр алдым. Бізде бар өзімізде гаражда, жетпей жатса, сонда қосатын боламыз. Майда шүйде жігіттер көргендеріндей. Осының бәрі 77 теңге болды. Сол себептен полный покраскеге 400 или одан ары қарай айтса жігіттер қарайсыңдар ғой, жұмысына да байланысты. Негізі материалға 100 мыңнан көп ақша кетеді. Достарым, көлік грунтовкадан кейін боялып тұр. Бәрін толықтай болғаннан кейін көрсетем. Мына өткенде біздің мойке барып жуған ковр аламыз. Әлде қайда түргірген ғой жігіттер. Рөлдің басында көріңіздер қандай екен. Бізде багажник дайын, тап-таза. Қазір бұйырса мына потологын, стойкасын бәрін жуып алып, содан кейін орындығын кигіземіз. Орындығының жағдайы мынандай жігіттер. Мына жүргізіп жүрді ғой. Әдемі ашылды. Бұны тағы да влажныймен өтіп шығамыз. Чотка болады. Обшивка қапты ғой бізде. Осында бүгін ала қалса жуып үлгерім керек. Салон Дәурен досым жинап жатыр. Мен қозғалысын жуып тастайын жігіттер. Ұмытайын депті, негізінде Камриді бірдеңелі жаушы едік. Енді қазір генераторды ғана жауайын. Мына фишкаларға көп су ұрмайым ғой деймін, оталу қиындалып қалуы мүмкін. Жалпы жағдай осындай болып тұр. Қазір бір көріп алыңыздар. Біткеннен кейін тағы да көрсетем. Менде мынандай кішкентай кешір бар. Сосын кішігірім химия бар. Қозғалтқыш жуатын. Көрейік, қандай эффект болады екен. Біздің химия толықтай деп айта алмаймын, бірақ 70%-ға зор болды. Алла қаласа. Так, вот мына генератор алып тастайын. Енді пробный от алдырып көреміз. Болды ғой. Әдемі. Жігіттер, үйде бояғаннан кейін енді бізде бәрі покрасочный бокс жоқ қой. Сол себептен мынандай мусорлар болады, мынандай шегірен болады.
Алла қаласа бүгін полировканы бір көрсетіп өтейін. Негізі көпте шығын керек жоқ қой. Шлифовочный машина алсаңыз, жаңағы полировочный пастасы бар. Мен өткенде TikTokқа және Instagramда салғам сол туралы. И YouTube'да да естелік болып қалсын. Мүмкін біреуге сабақ болып жүре ма. Қазір мынаны жуып алайық. Ешқандай пафосный ролик емес, жай ғана су, ешқандай шампунь жоқ. Көріп қаласың ғой. Бірдеңе этапный мойка дейді, бірдеңе дейді. Жоқ, ондай емес. Қарапайым ғой. Қарапайым халыққа қарапайымша түсіндіресің да, сол әдемі болады. Сіздерге көрініп тұрғанша қандай шегірен болып тұр. Соны бірінші шағын алып алып, сосын 2000-дық шуркаменен жуып шығамыз. Достар, мынандай 2000-дық шурка қолданам. Тряпканы суға салып, жуып алғаннан кейін ақырындап шурканы бастаймыз. Бетінде шегірен болып тұрған, енді шаң бар, кішкене мусор бар. Лактың бетін тегістейміз ғой, былай айтқанда. Екімен алып болғаннан кейін жігіттер, мынандай домалақ 4-тік бар. Сонымен тағы да бетін жуып өтем. Өткенде бізге бәр жері бір тұтас матыль болу керек. Міне достар, көргендеріңіздей осындай мат қылып бетін берік тегіс шкурт етіп шықтым. Мұны енді бізде жақында боялған болып саналады ғой, көлік. Сол үшін Kochtың H7 пастасын қолданамыз. Айтып отырмын, бизнес бастауға көпте шығын керек жоқ. Бізде шлифовочный машина, басына губкасымен бірінші этапты бастаймыз. Мына алып, бұлай жеріне жағып шығасыздар. Сосын ақырындап пастаны осылай жағып шығамыз. Достар, бірінші этап біттім. Микрофибрамен бетіндегі майын алып шықтым. Енді бұлай қарасам, бірен-саран әлі де бар. Қазір металл сәл суылған соң, екінші рет H7-мен бірақ жұқалап өтіп шығам. Мен қалай жасаймын? Сол өтіп шыққаннан кейін түгелдей машинаны. Сосын бір жуып алам. Жуып алғаннан кейін көрінеді. Шала жері болса қайдан өтіп шығам? Әйтпесе немесе уже бізде үшінші этаптың өзінің антиголограммаға P3 деген Kochtың басқа пастасы бар. Оны да қазір сіздерге көрсетемін. Достар, екінші этапқа да көшейік. Бұда енді ондай көп мөлшердегі паста керегі жоқ. Достарым, екінші этапта да өтіп шықтым. Тағы да микрофибрамен бетіндегі майын аламыз. Міне енді өзгеше болып қалды. Менде қазір мойке барып келетін жағдай жоқ. Бұны ызғар, сулы тряпкамен жуамыз. Содан соң P3-ті қолданып полировканы толықтай бітірейік. Бізде бұл пастаға басқа жұмсақ губка жүреді и микрофибра басқа болу керек.
Міне достар, осындай болды. Жақындап көрсетейін. Я, бисмилля. Штативтің өзімен ала салайын. Осындай болды. Енді завод деп айтпаймын, бірақ әлде қайда жақсы болды. Ал басында бізде мынандай болып тұрды ғой, мынандай мусорлар деген сияқты. Мүмкін бүрге көмегім тиемі, осыдан мүмкін үйреніп, осындай бизнес бастап кетесіздер ма деген оймен түсіргем. 50 мың теңгемен бастап жүрсе де болады. Маңыздысы бұл жерде лакты күйдіріп алмау керек. Ол үшін бізде мындай регулировкасы бар. Бір менен тастан жағып аласыздар. Сонымен ақырындап көтеріп. Мен негізі 3-тен көп асырмаймын. Осы 3-пен де металдың өзін қыздыруға болады. Сәттілік, Camry толықтай бітіріп, Алла қаласа скоро финиш. Машина осындай болып тұра берсе, осындай кір болса, енді полировкадан кейін шаңдар ғой. Бітпей ме екен деп ойлап кетесің ғой шіркін. Так, потолок. Есіктің обшивкаларын өткенде жуып алғандан зор болар еді. Енді жиналып кетті. Осылардың бәрін бүгін түнделетіп болса да жуу керек. Өйткені онсыз да роликтің уақыты созылып бара жатыр. Алар кетіру керек. Мына ішін шаңы деген сұмдық. Орындықтарын сол үшін салмай тұрмыз ғой. Мынаны жуу оңай болсын деп ше. Ыңғайлы болсын. Жалпы сондай кавраланы өткенде көрсеттім ғой. Так, жаңа дворник алып қойдым. Соны салып жібереміз. Мынаны жуып тастайын енді түн болса да. Эффектті ертең жарықта көрсетем, Алла қаласа. Мына шамдар болмау керек қой. Жеге, мынандай көрсетіп кетейін. Көріп тұрсыздар ғой, қандай лас болып тұр, мына жердің адам қолы шындақ көп дейтін жер ғой. Бұған жасыратын ештеңе жоқ, жігіттер. Міне Қытайдың мынандай химчисткасы бар. 1000 теңге тұрады. Мынаның пенасын шашып, мен көрсетейін сіздерге. Шайқа боласыздар да. Пенаны шашасыздар. Осылайша. О, эффект кетті. Кішкене сіңу керек. Содан кейін өзінің щеткасымен өтіп шығасыздар. Қазір мен бәрін болайын, содан кейін сіздерге көрсетем эффект. Міне достар, жаңа щеткамен өттім, енді кішкене кебу керек. Сәл ызғар болып тұр ғой. Содан соң жай ғана микрофибрамен жуып шығасыздар. Мына жаңағы химия пластикке де жарай береді, жігіттер. Пластикке де шашып, ақырындап тракмен жуа саласыздар. Сәл болып қалды. Енді кепсін, мына жер кішкене қара болып тұрған сияқты. Ызғар болып та жаңа айтқан сияқты. Сосын жігіттер, мына қараңыздаршы, 30 жасқа жақын жасы бар, мына көліктің. Мына пластикті қараңыздаршы, мына жүргізушінің дверной есіктің картасы ғой. Қараңыздаршы, мындай сызық-пызық деген нәрсе жоқ. Ал қазір шығып жатқан көліктерде аяғым бір тиіп кетсе мындай қараға қалады ғой, сразу. Кублит деген машиналарда, мысалы, акценті, Риода бұрынғы качество деген сызың болған негізі. Жалпы сондай. Түкте қиындығы жоқ. Жай ғана нәпсіні сындыру керек та. Біз қалай перекупщиктер. 1-2 машина жақсы сатылса, жақсы ақша қалса, сонымен, қойшы соң 30 мың 40 мың теңгесіне қарамай, сояққа тазалата салайық дейміз да. Жалпы өзің істеуге болады. Жаңа көрсеттім ғой. Міне мынандай химия. Сондай, бәрін бітіреміз, Алла қаласа, енді бізде финиш. 14 күндей уақыт кетіпті осы Camry'ді жөндеп бітіруге. Көпшілік айтады, ескі көлік қой, есіңді кетіреді деп. Енді не істейміз? Рөлдің басын айтқандай, қарапайым халыққа жақсы контент, жақсы көлік сыйлауымыз керек. Бауыр, бір дегенді ұмытпа.
Қазір сен мініп жүрген көлік ол біреуге арман. Адамда нәпсі болғаннан кейін қымбат көлік алып мінгің келеді. Менің де сондай. Бірақ несиеге ол да болмайды. Сол үшін Камриді қарсы аламыз. Оқып білгендеріңдей көпшілік түсінбеуі мүмкін. 600 мың теңгеге қандай Камри деп. Мына Камриға жігіттер 600 мың теңге шығын кетті. Осы жағдайына кетуге. Енді қазіргі жағдайы әлхамдулилля керемет. Көлікті 2 миллион 800 мың теңгеге алдық. Жаңағы алған заттардың бәрін көрдіңіздер, көп нәрсесін өзіміз жасадық. Енді бояуына кеткен шығын деген нәрсе жоқ, қол ақысына да. Ал енді краскаға кеткен шығынды өздеріңіз көрдіңіздер, 100 мыңнан көп ақша шықты. Көлік 3 миллион 400 мыңға өзімізге тұр. Европалық осындай жағдайда көліктерді енді әртүрлі бағада сұрап жатыр. Ол 5 миллион, ол 4 миллион 100, 4 миллион 100 бірдеңе деген сияқты. Біздің сұрайтын бағамыз 4 миллион. Әрине Камри ұнаса жігіттер көріңіздер, немесе сайтқа шығарып басқа кісілерге сатуға тырыса береміз. Алда қандай көліктер болады деп ойласаңыздар, Картайм қосымшасымен, Телеграммен көліктер қарап отырмын. Роликтің басында айтқандай, мына номер негізі басқа көлікте тұру керек еді. Сондай көлік қараймыз. Жалпы Камридің жағдайы қалай болды жігіттер? Ұнап жатса жігіттер, достарыңызбен бөлісіп, группаларда таратыңыздаршы. Көрейік. Көптеген перекупщиктар көп нәрсесін жөндемеуі мүмкін. Енді біз толығымен, Алла қаласа, көлікті бітірдік. Мына диск ол басынан болған. Егер де осындай Камри 20-лық табылса, осындай 30-лық, 35-лік европалық нұсқаның дискісі осынан өліп түседі. Бұл дискті бізде Шымкентте жақсы көреді. Осы дискті салады да машинаның бағасын 5 миллионнан жоғарылатып жібереді. Енді біз ойға қонымды баға қойдық деп ойлаймын жігіттер. Жаңағы шіріген жерлердің бәрін көрдіңіздер, оны қайталап не керек, дұрыс па? Полировкасына келетін болсақ, толық 3 рет өтіп шықтым. Алла қаласа, енді қазір сәл шаң болып тұр, біз осында келем дегенше де көлікпен жүріп келдік қой. Бірақ қалай? Әдемі шыққан сияқты мен үшін керемет. Көзге көрінбей қалған ол бізде мына молдингтағы және бампердегі никельдер. Бұл никельдің бағасы 2000 теңге тұрады. Рулонмен сатылады. Любой аксессуар сатылатын жерде табылады. Жалпы көлік осындай болып шықты. Роликті жігіттер созылды. Негізі ойлағанбыз жігіттермен. Мүмкін бір 2 сериядан қоямыз ба осы роликті. Енді осыншама минут қой. Бір көрсетіп, 2 көрсетіп деген сияқты. Бірақ не істейміз? Сіздерді қинамай, көлікті 14 күн ішінде толықтай бітірдік. Сатылым бағасын айттым жігіттер. Көлік егерде сатылып жатса, міндетті түрде көлік табылса, осы арнада жолығамыз. Подписканы біздің арнамызға ұмытып кетпе, және де инстаграмымызға тіркеліп қой. Онда көптеген қызықты, жаңағы айтып отырмын ғой, лайфхактар, көптеген көліктер сатылымға шығады. Аман болыңыздар, сіздермен болған простые ребята. Ассаламу алейкум.